Сәлем оқырман. Нұрдәулеттің интервью шыққан болатын. Ол өз шындығын айтты. Өзінің тарапынан қалай көріп тұрғаны туралы. Нұрдәулет интервью шыққаннан кейін өзінің қосатын сөздерін Instagram желісінде айтқан болатын. Бастысы ол Айдадан, оның жақындарынан кешірім сұрап жатқанын шығарды. Өзінің жазуларында қалдырған болатын. Бізде болып жатқан жағдайларға байланысты білесіздер. Мен кешірімімді сұраймын Айдадан. Және де Айданың ата-анасынан, өзімнің ата-анамнан, қолдаушыларымыздан және оқырмандарымнан. Жасалған нәрсе жасалды, айтылар сөз айтылды. Бір-біріміздің минустарымызды максимально айтып ашып тастадық. Әрі қарай жау болмай сыйластық болғанын қалаймын. Әдемі қоштасуда өнер өте өкінішті. Ешқайсымызға хейт жазып провокацияға шақырмауларыңызды сұраймын. Адамды кіштік, деді Нұрдәулет. Осындай интервьюді беріп қойған үшін шын жүректен басым дейіп кешірім сұраймын баршаларыңыздан, және де Айдадан, және де Айданың ата-анасынан. Айданы осы уақытқа дейін мен боқтағанымды, және де жаңағыдай қолынан ұстап отыр деп жұлқылап интервьюда айтылған қойнында жатқан қатынға сенбе деген сөзім үшін шын жүректен кешірім сұраймын. Себебі ол сөз енді Қырғызстанда бар ма жоқ па білмеймін, бірақ та бізде Қазақстанда қолданылатын бір мақалдардың бірі деп айтсам болады. Ал интервьюға берген сөздерінде айтқаны 30% қосылуға, 70% ажырасу деген ойда екен. Бұрынғы Айданың алып қашқаны туралдан бастап, баласы түсіп қалғанға дейін бәрін баяндап берді. Алып қашқанда Айданы үйдегілері қарсы болған екен. Нұрдәулет сол қарсылықты естіп, қашып әкелген жеріне керіден апарам деген екен. Айда болса қалам, Нұрдәулет сені сүйем дегесін жақырдарын көндірдік деді. О басынан бастап сондай қарсылық болған екен. Және де Нұрдәулеттің ескере кеткені Айдадан осындай сөздері шығатынын. Біз екеуміз ажырасып, екіге кетіп қалатын сияқтымыз деген ойлар болған екен. Тағдыр осылай шешілді, алда не болатынын уақыт көрсетеді. Нұрдәулеттің өзінің бір айтқаны қазір өкініштісі, ешкім мені күтіп алмайды. Өзінің бір керек еместігін сезінеді екен. Және же сол жағдадан кейін Instagram желісіне 15.000 оқырман қосылыпты. Көп ауыр сөздер келгенін айтты. Бірақ өзінің сол жағдайда тыныш отырғанын қалапты. Ештеңе айтқысы келмеген екен. Солай оқырмандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Атака жасап жатсыңдар. Сұрамаңдар, болды, мен кінәлімін. Кінәмді мойындап келіп тұрмын. Айканы алып кетемін. Ата ортаға түседі. Жоқ, бұл болмайды, бұл сөзінде тұрмайды. Сөзінде тұрған жоқ. Ол баста айтқан, алып қашқан кезінде айтқан сөзінде тұрамын депші. Енді ол нәрсені мен басыма өзім сценарий құрып тілеп алған жоқпын ғой. Сондай нәрсеге бір-бірімізді жеткіздік та. Нұрдәулеттің интервьюсы шығып, Айда да өзінің тарапынан жауап берді. Instagram желісіне болса Нұрдәулеттің кешірім сұрап жатқанын салыпты. Ал Айда не деп жатқанын көрейік. Мен жеке өмірімнің тақырыбын жабу үшін қанша тырыссамда да жабылмай қойды ғой. Сұхбат көріп күлкім келді. Барлық шындықты ашатын уақыт келді деп ойлайсыз ба? Жасыру әлде біреудің баласының болашағын ойлап көпшілік алдында ақтау. Жақсылық жараспайды екен. Қойнында жатқан қатыныңа сенбе деген болса. Неге ел алдында магазинге шыға алмай қалдым? Ел алдында мен ақтап шық, сосын қосыламыз дейме? Соққылар үшін, физикалық күш көрсеткеніңіз үшін кешірім сұрады. Мен де көпшілік алдында шығарғаным үшін кешірім сұрадым. Егер мен ашып, бәрін айтсам, арты нашар болады. Осы сәтте мен тілімді тістеп қалайын. Ал телеарналарда хайп, рейтингтер болса болды, сіз білесіз. Өлгендерді жерлемей тақырыпты жабыңыз, дейді Айда. Сонда әлі де ашылмаған шындық бар ма? Айда соңына дейін айтпаған секілді. Махаббат үшін бе, жанұясын сақтау үшін бе? Әрі қарай енді өздері шешер. Және де бүгін Айда ата-анасымен бірге тұрған сурет жүктеді. Астына жазба қалдырды. Сіздер болмасаңыздар мен не қылар ем? Менің қараңғы өмірімнің гүлденуі мен жарқырауы үшін тұрғандарың. Қиын кезде де, жаман кезде де, қателескенде де. Сіз сүрініп құлап бара жатқанда да ата-анаңыздан басқа ешкім сен үшін күймейді екен. Менің қазіргі жағдайымды тек осы адамдар біледі. 35 жыл бірге тұрып жатыр, бір рет болсын әкемнің физикалық күш көрсетуін көрмеппін. Мені махаббат пен мейірімге толы өсірді. Бұрында осыны түсінбей, тілін алмай өзім шешемін дегенімге өкінемін. Ата-аналар бәрін сезеді, деді Айда. Өткенге өкініш қалғаны сезіледі. Осыдан кейін қайта қосылу екі талай секілді. Ата-анасын екінші рет тыңдамауға жол бермейді деп ойлаймыз.
Әкесі о бастан қарсы болғанын да білдік бүгін. Сол үшін де әркім өз өміремін сүріп, бір-бірін ұмытатын секілді. Бірақ ол тек менің ойым, алда оны да көре жатармыз. Шындық айшылды ма толықтай, енді ол шыны керек белгісіз. Сіз қалай ойлайсыз? Кешегі өзімнің берген интервьюім жөнінде айта кетсем, негізінде ол кісілер қайта-қайта жазып, звондап, ол кісілер үшін өте маңызды болды бұл интервью. Алматыға дейін келуге дейін дайын болғаннан кейін, ақыр шығатын нәрсенің барлығы шығып қойды деп, менде эмоция үстінде. Осындай интервьюді беріп қойған үшін шын жүректен басымды иіп кешірім сұраймын.